Пайғамбарымызды көрдім дейді, машалла. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисіне келеді, кім мені көрген болса, ол шынымен мені көрді, өйткені шайтан менің бейнемде бола алмайды дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Сол үшін пайғамбарымызды көрген уақытта әрине біз пайғамбарымызды көрген боламыз. Ал бір ескере кететін нәрсе, бірақ біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сипатын былай жаратылыстағы болмысын біз білуіміз керек та. Әркім әрқалай келеді. Сол жаратылыстағы сипатын біз білетін болсақ, сол сипатқа сәйкес келетін болса, иншалла ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам болады иншалла. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мені шынымен көрген боласыздар деп хадисте айтып кетті. Шайтан пайғамбарымыздың бейнесінде бола алмайды. Аллаху акбар. Истихфардың неше түрі бар, ұстаз, және қалай, қай кезде айтылады? Истихфар деген нәрсе, құрметті бауырым, құрметті тыңдармандар, истихфар деген нәрсе бұл барлық уақытта айтыла береді. Енді намаздың оқылмайтын уақыттары болады, оразаның ұсталмайтын уақыттары болады мысалы үшін. Бірақ жаңағы истихфардың айтылмайтын уақыты болмайды. Бұл барлық уақытта истихфар айтуға болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады ғой, кімнің истихфар өміріндегі әдет, кімнің истихфарды кім өміріне бір әдет қылып айландыратын болса, Алла субхану ва тағала оған қиындыққа түскен кезде шығар жол көрсетіп қояды дейді. Өз ойламаған жерден рызық несібе беріп қояды дейді. Қараңызшы, истихфардың несі де, бұл қандай үнемі истихфарда жүрген адамға айтылып отыр. Бірде Лұқман Хаким өз баласына айтады, ей балам дейді, сен барлық уақытта истихфарды айт, азанда, кешке, жүрген жеріне барлық уақытта. Өйткені сен Алланың кешірімі қай уақыт түсетінін білмейсің дейді. Сен истихфар айта бер. Егер де Алланың рахмы түсетін болса, онда сен не қыласың? Алла сенің күнәңді кешіреді дейді. Хасан аль-Басри айтады, ол кісі базарда жүрсін бе, үйде жүрсін бе, дастарханда отырсың ба, барлық жерде истихфар айт дейді. Қараңызшы, барлық жерде истихфар айтқан. Өйткені истихфардың кешірімнің қашан түсетінін сен білмейсің дейді. Алланың кешірімі қашан түсетінін. Ал сенің айтып жатқан бұл дұға сияқты дейді. Дұғаныңда біз дұға жасаймыз, бірақ дұға қабыл болатын уақыттар бар. Сол секілді истихфар айтқан уақытта да сол Алланың кешірімі түсетін уақыттар болады. Сол уақытта сәйкес келетін болса, Алла субхану ва тағала біздің күнәміздің барлығын кешіріп жібереді. Сол үшін әрқашан истихфар айтайық. Әрине енді истихфардың айту түрлері көп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, саййидул истихфар дейді. Аллахумма анта рабби ла илаха илля анта халақтани ва ана абдук ва ана аля ахдик ва вa'дик мастатa'ту. Міне осы истихфар кімде кім азанда кешке айтатын болса, иншалла сол күні өмірден өтетін болса, иншалла не дейді, ол адам жәннат дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Бұл саййидул истихфар дейді. Әрине истихфардың түрлері көп. Қандай түрі бар? Астағфирулла бар. Содан кейін астағфирулла ва тубу илейх, астағфируллахл азим аллази ла илаха илля хуал хайюл қайюм ва тубу илейх. Истихфардың түрі көп. Енді сіз қайсысын білесіз, соны айтсаңыз болады. Қайсысын білесіз? Ең негізгі мәселе не? Алла тағаладан жарлық тілеу, жүрекпен тілеу. Көрдіңіз бе? Сол үшін бұл истихфарды барлық уақытта айтсаңыз болады, және де бағана айтқанда истихфардың айтылатын сөздік жаңағы ерекшеліктері болады хадисте келгендей. Алайда сіз білгеніңіз айтыңыз, иншалла Алла субхану ва тағала иншалла күнәларымызды кешіреді иншалла. Әрине біз пендеміз. Пенде болғаннан кейін күнәға барып қоясыз, қателікке барып қоясыз. Сол себепті жаман ойлар болып қалады. Сол себепті адамның иманына жаңағыдай хадисте келетіндей күнә істеген уақытта бір дақ түседі дейді. Ол дақ үлкейіп, күнә істеген сән үлкейіп не алады, күннің бетін бұлт жапқандай иманды жауып қояды. Сол кезде иман әлсіз, адам ғафлетте қалып кетеді. Мұны соны ашатын нәрсе жаңағы дақты, бұл истихфар, Алланы көп еске алу. Алла субхану ва тағала Құран Кәрімде «Әла бидикриллахи татмаиннул қулуб». Алланы еске алу арқылы жүректер тынышталады дейді. Алланы еске алу арқылы жүректер тазаланады, құрметті тыңдармандар. Алладан кешірім сұрау арқылы да жүректер тазаланады. Жүрек таза болған уақытта мына өмірлеріңізде бір сынап көрсеңіздер болады. Истихфарды көп айтыңыздар. Астағфирулла, астағфирулла, білгендеріңізді. Астағфирулла ва тубу илейх, астағфируллахл азим аллази ла илаха илля хуал хайюл қайюм ва тубу илейх, Аллахумма анта рабби ла илаха илля анта халақтани. Қайсысын қалайсыздар айтыңыздар. Үнемі де кейін дұға жасап көріңіздер. Кейін Құран оқыңыздар, кейін намаз оқыңыздар. Ерекшелікті көресіздер. Өйткені бұл біздің құлшылықтың барлығы жүрекке байланысты. Өйткені жүректен шығу керек. Жүректен шығу үшін жүрек таза болу керек. Махаббатпен шығу үшін, құлшылықтың ләззатын сезіну үшін жүрек таза болу керек. Ал жүрек таза болу үшін тіліміз үнемі Алланы еске алуда, истихфарда болуы керек, құрметті тыңдармандар иншалла. Садақа қауіп қатерден қорған бәледен пана. Құрметті мұсылман бауырлар,
Енді сіздер Каспий KZ қосымшасы арқылы Жәннәтул Фирдауси қайырымдылық қорына садақа, зекет садақасы және садақаның өзге де түрлерін онлайн бере аласыздар. Аталған қосымшаны жүктеп, тіркелген соң төлемдер оның ішінде барлық төлемдер бағанына өтесіз. Одан соң қайырымдылық тетігін басып, Жәннәтул Фирдауси қайырымдылық қоры бағанын таңдайсыз. Әрі қарай төлем мақсатын жазып, өзіңіз қалаған соманы енгізесіз. Алла беріп жатқан жария, жасырын садақаларыңызды қабыл етіп, отбасыларыңызға береке берсін.